Машинаңда жөнделмейді екен ғой. Капот та ашылмайды. Видео түсіріліп жатыр ма? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нұрислам. Бүгін біздер сохраненный постройкаларды көретін боламыз. Бірінші бөлімде сохраненный постройкаларды көретін боламыз. Бастадық. Достар, аларды алып тастаймыз да. Бұл бірінші часть дейді. Русский білмеймін да. Бірінші бөлімде біріншіден бастаймыз. Бірінші обновлениядан шыққан машина. Біріншіден мыналар шыққан еді ғой, мынау қызыл жабыстыратын нәрсе бар ғой. Осы шыққан кезіме сразу мынаны құруды бастадым. Достар, постройкам жақсы болмаса да бола береді. Ішінде нормальный мотор бәрі бар. Бұл жарылатын танк. Жоқ қыламыз да. Бұл танкіні мен осы қызыл пушка дейтін еді, жабыстыратын. Сол шыққаннан кейін құруды бастадым ғой. Кейін танк құрып көрдім. Мини танк. Соныма ұқсамады ма мини танкке? Су-165 па неме еді осы танк. Кейін екінші танк бар бұяқта. Танк 2. Мынандай танк. Ол да бағанағыға ұқсаған. Кейін вертолет. Мынандай вертолет қылғам. Қап-қара айналар неме бәле. Осындай айналар. Ішіда нормальный. Жібереміз да. Зор вертолет бұл. Ұшады. Ішіне кіреміз де. Мынаны бассақ. Кетеді. Кейін максимальный қыламыз. Кейін 28-ге қойып қойсақ болды. Ұшып кете береді бұл дальше. Зор вертолет осы. Арқасына нәрсе қойып қойғам ғой, арқаға аунап кетпеу үшін. Кайф қылып ұшасың осы вертолетте. Өшіреміз. Кейін үшінші постройка. Турель құрып бітірмегем. Самолет. Осыны самолет ұшады бода. Вертолетке ұқсады. Достар, осы видеоны көріп атқандарыңызға рахмет. Лайк басып кетіңіздер, подписаться. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Екінші бөлімі шығады. Пойыз құрылатын мен бұл пойызды. Жақында осы пойызға видео түсірем. Зомби апокалипс, метрома, сондай. Кейін вертолет 167. Осындай вертолет. Нормальный военный вертолет. Кейін бізде ядерка. Ядерканы на всякий случай мынаны қойып. Ядерка. Жоқ пакет. Ядеркадан кейін противотанковый башня. Осындай. Қайықтарға арналғанда. Үлкен флот сондай еді. Корабльдерге. Жақында корабль құрам. Немецкий война деген кино шығарам. Осы нәрселер корабльге жапсырып қоямын да болды. Қымылдайды бұл. Айналып. Достар, мен ерте сервері асам, сағат 9-дарда постройкаларыңызды көрсетесіздер. Сағат 9-да бүгін 15-16-сына ашам. Противотанковый башнядан кейін
Машина трассасы. Міне, бұғанда балалар ойнайды ғой машиналар. Қанет. Тағы бір постройка көрсетем. О, гольфкар деп атап қойдым, короче. Міне, осындай да, короче. Неме да аты, вообще. Машиналарда да бар ғой мынау. Міне, осы. Мен осыны құрдым. Құсап кетеді. Бір-біріне. Мынақтарда да бар. Дәл со. 2000-дайы жоқ. Безопасный нәрсесі. Алды құсамағанда төбеге кетеді. Мына шеттері да құсамаған. Короче, жоқ қыламыз. Мынаны да. Кейінгі постройка бізде. Ол ракета. Ұшады, нормальный. Жібереміз де, отырамыз. Мына кнопка ускоритель. Бүйтіп басамыз да, кейін дайын тұрамыз. Кетті. Уақыт созбастан ете саламыз. Кейін тағы бір постройка бар. Бұл постройкалардың бірінші бөлімі. Екінші. Қанет. Кинотеатр бар бізде. Яқты. Бүйтіп шығарамыз да төбеге. Кинотеатр құрдым. Бір кино түсірем осыда. Лифт түсіреміз де. Шығарамыз. Міне, ол жақта кинотеатр құрғам. Яқты свет бар. Управление. Яқты документ береді. Кейін кіріп кете береді. Әлі неме беретін еді. Билет. Және постройканы көреміз. Кинотеатрдан кейін обычный миналар бар. Машиналарға істейтін. Міне. Қастемейді бұл мина. Осы миналарды бар ғой, мен немецкий соған істетем. Немецкий кино, Советский Союзбен немецкий, короче, со кино түсірем да, атыс киносын. Кейін орешник бар бақта. Орешникке ұқсаман, мен неге 3 ускоритель қосып қойғам? 3 турбина қосып қойғам мен. Бір турбинада жүрмейтін еді мынау, ұшпайтын еді да, короче. Ішінде максимальный бомбалар сап қойдым ғой. Кейін орешник, кейін ядерный бомба тағы да. Бұл ең мықты ядерный бомба. Жаман тез ұшады. Кейін ядерный бомбадан кейін дронның минасы да, короче, дронға жабыстырып қояды, ұшып кете береді. Достар, постройкаларымыз зор екен. Дальше жалғастырамыз. Дронның минасынан кейін противотанковый снарядты, короче, танкілерге арналған. Сол дронның минасын басап қояды да, короче, дронның минасы қаяқта. Салатты, короче, жібереді, болды. Дәліш бүйтіп атады. Танкілерге. Істейді бұл. Дәліш постройканы жалғастырамыз. Кейін дронның минасынан кейін пойыз. Осындай пойыз бар. Бұның слишком ұзын қыл жерінде. Кейін жіберілмейді. Итеріп атсам да
ұшып кетпейді. Неме бак болып қалды деймін да осы таба алмай жатырмын. Бұл пойыз болмайды. Пушка бар менде. Бағанағыға ұқсаған. Пушкадан кейін спорткар бар. Зор. Міне өзім құрғам. Осыны балонда слишком болып кетті. Ұзын қылайын десем әдемі болмай қалады. Нормальный болып жіберіледі. Көрдіңдер ма достар? Мен постройкаларымды. Іші де нормальный. Міне іші нормальный. 2 адам отыратын, қат жүреді. Спорткардан кейін BMW E36. Міне осы BMW E36. Каналымда түсіргенмін ба, түсірмегенмін ба, әйтеуір есімде жоқ. Даже мотор да бар. Мотор жоқ. Мынаның астында да мотор қойып қойғам. Міне управлениясы да бар. Газ, тормоз, сондайлар. BMW E36-дан кейін грузовик. Балон. Грузовик бар бұяқта. Ішінде управлениясы бар. Кейін тағы да бір грузовик бар. Яндекс робот. Әшін құрып түрмен бұл Яндекс. Кейін прицептер бар. Бірінші прицеп. Міне. Прицеп бір. Баскетболны ойнайтын жер бар бит. Доп атасын болды. Қызық емес кезі керек та осы. Кейін фура. Прицеп. Резач керек емес, қайсы болмайды. Фура бар менде. Мынандай әдем фура. Прицеп баса болады. Балон үлкенірек қою керек та осы фураның. Кейін тағы бір прицеп бар. Бойсы машина салатын прицеп. Рекламный пауза болып тұрды. Елмай рекламада кедергі беріп видео түсіруге. Обычный прицеп. Кейін фура. Мынандай фура бар. Фура вертолет бар екен менде. Мынандай вертолет бағанағыдай мынандайлар бар. Қоятын нәрсесі. Кейін менде холодильник бар. Магазинге арналған холодильник та, короче. Кейін мына магазин бар. Видеоға сондай. Магазин грузовик бар. Но басқаша грузовик. Управлениясы басқа. Кейін бронированный спорткар бар. Андай. Өзім құрып көрген машина. Мына спорткардан ағамда, короче. Екінші түрі бар осының. Мыналар түседі, короче. Және немен бар менің. TIV-2 бар. TIV-2. Мынандай нәрселері бар түсетін. Мына жақта да бар. Міне. Бүкіл нәрсесі бар, управлениясы бәрі. Осы кнопканы басса бәрі түседі. Міне. Уақытты созбайық, тез болу керек. Достар, қосашатын кез келді. Сіздермен болған мен Нұрислам. Бұл бірінші бөлімі еді. Сау болыңыздар.